Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті бауырлар. Бүгін біз иншаллах соңғы бөлімге келіп қалдық. Алайда бүгін бітірмейміз. Бізде исімнің түрлері қалды. Шамамен 8 түрлі исім және 2 фиал. Біріншіден неден бастаймыз? Исім заман, макан және мастар мими. Ол бізде мансарун, ман со рани. Наны байқадыңдар ма? Екілікте көбінесе не? Әни болады да. Бұл араб тілінде екілікті білдіреді. Әни. Жақсы? Ал мынау мана сыйру бұл жама. Бірақ жаманың қай түрі? Таксир. Неге таксир? Неге мукассар? Өйткені муфрады не істеген? Муфрады өзгерді. Яғни жерге ортасында алиф келіп, муфрады не істеді? Бұзып жерді. Сол үшін оны жаму таксир немесе жаму мукассар деп атаймыз. Және де бұл мукассарда тәнвин қоюға болмайды. Мана сыйру болу керек. Жақсы? Мана сыйру. Бұл бізде не болды? Исім заман және макан. Үшеу ғана. Енді исму алат. Және де мастар мими. Енді келесі бізде исм ала. Ол мимі қасырамен. Мин сарун, мин сарани. Тоже самое, көрдіңдер ма? Екілік болған кезде әне қосылады. Және мана сыйру бұл неге ұқсайды? Маған ұқсайды. Екеуі ұқсас. Ажырату үшін біз не істейміз? Контекстке қарап мағынасын түсіне аламыз. Жақсы? Тағы білу керек нәрсе, бұл исму алаттың бір формасы, мин сарун. Исму алаттың басқа да формалары бар. Біз оларды кейін өтеміз. Яғни ойлап қалмаңдар, исму алатта тек қана миф'ал болады деп. Жақсы? Басқа да формалары болады. Мысалы, мифтах, минсар деген секілді формада болуы мүмкін. Бірақ әзірге осы форманы жаттап алсақ жетеді. Осы жерде мен тағы бір нәрсе үйреткім келіп отыр сендерге. Бұл ихтимал деген дүние. Ихтимал деген дүние қазақ тілінде ықтимал деген мағынадан шыққан. Не ықтимал деген? Мүмкін. Мысалы қараңдар. Егер де мен сізге үстіп жазсам, допустим, осылай жаздым. Не болу мүмкін осы жерде? Біріншіден, тансуру. Тансурудың қайсысы? Муфрат, муаннас, ғойб. Бұл бірінші ихтимал. Бұны біз неміз бірінші ихтимал. Иқтимал. Ал араб тілінде ихтимал. Ихтимал. Жақсы? Бірінші ихтимал ол муфрат, муаннас, ғойб. Яғни бұл қандай фи'л мудари' муфрат муаннас ғойб, Еще мына жерде қосамыз. Фи'л мудари' ма'лум. Бұл бірінші ихтимал. Екінші ихтимал ше? То же самое. Фи'л мудари' ма'лум, муфрат, музаккар, мухатаб. Өйткені тансуру деген сол ғой. Тағы да үшінші ихтимал. Фи'л мудари' мачхул, муфрат, муаннас, ғайб. Яғни тунсару. Өйткені харакат жоқ бұл жерде. Төртінші ихтимал. Фи'л мудари' мачхул, муфрат,
muzakkar, muxotab. Ya'ni tunsaru. Tushundingmi? 4 ehtimol bor. Al endi men mana yerga harakat qo'ysam, tan suru desam, qancha ehtimol qoladi? 2 ehtimol. Undan so'nggi 2 ehtimol уже ketib qoladi. Sonda ol ne? Mufrad muannas g'oyib nemesi mufrad muzakkar muxotab. Жақсы, endi siz jana o'quv barısında sizda ehtimollar bor. Siz so'ning sәйкесінше nesini tandab аударасыз. Tushundingmi? Dal solay. Мысалы, la tan surna. Qancha ehtimol? La tan surna. Qanday? Birinchi ehtimol. Fi'l. Aha. Mudori. Ma'lum. Qanday? Jama. Muannas. Muxotab. Yaxshi. Tag'i ehtimol bormi? Qanday? Durust aytasan. Nehi. Ya? Nehi qanday? Hadir. Jama. Muannas. Muxotab. La tansur, la tansura, la tansuru, la tansuri, la tansura, la tansurna. Demek iki ihtimal var. Demek audarması qilay. Eğer de la tansurna mudori nefi qilsan, jana nefi qanday bu? Nefi istiqbal emas pa? Yani demek sen kömekleşpeysin. Sender kömekleşpeysindir. Ya? Eğer nefi bolsa, birinchi ihtimal. Al eğer ikinci ihtimalga sәйкес bolsa-chi? Kömekleşpеңдер. Tushundingmi? Mana audarma ihtimalga sай audarmada nesiydi? O'zgaradi. Жақсы. Endi senderga сұрақ. Осы mana сыйру деген сөзде qancha ihtimal бар? 2, 3. Kim ko'proq biladi? Kim ko'proq biladi? Ism zaman va aha, ism fa'il. Nawasir. Aha, ism maf'ul. Aha. Aha. Shu qilib. Durusi bisiu. Ism maf'ul. Mansur, mansurani, mansuruna, mansurat, mansuratani. Mansurat va manasiru. Birinchi ism maf'ul. Ikkinchi ism zaman. Mansur, mansurani, manasiru. Üçüncü ism makan. Mansur, mansurani, manasiru. Dördüncü mastar mimi. Mansur, mansurani, manasiru. Beşinci ism arat. Minsar, mansurani, manasiru. Өйткені zaman makan şu her türlü ma'na. Сол үшін де 5 ihtimal бар. Сондықтан сен аударған кезде сен уже 5 ihtimalмен тұрасың да ана жерде. Түсінікті ма жігіттер? Демек міне манасиру деген кезде сен ойланасың. Ол заман ба, макан ба, мастар мими ма, әлде исму алат па, әлде исм маф'ул ма. Жақсы? Оны ажырату жолы сөйлемді дұрыс түсіну. Я естеріне ме сіздерге мысал келтіріп едім ғой. Хатта матла'ил фajr. Матла деген сөз мағынасы күн шығатын жер, немесе шығатын уақыт, немесе шығудың өзі, немесе шығаратын не? Шығаратын? Шығаратын болмайды, метлақ қоғады, дұрыс. Болды. Үші оңана. Шығатын уақыт, немесе шығатын жер, немесе шығудың өзі әрекет. Сонда сен анау аятқа дұрыстап мән беріп аудару керексің да. Яғни сол түнде бейбітшілік болады. Тыныштық болады қай уақытқа дейін? Таң уақыты шығуына дейін. Матла бұл жерде не болып тұр? Исм заман болып тұр. Ал егерде оны исм мақан ете аламыз ба? Ете алмаймыз. Өйткені ол тыныштық сонда сол жерге дейін ғана бола ма? Сол жерге дейін біз баруымыз керек па? Тыныштықты не істеу үшін олай болмайды. Ал не бол мастар мими болуы мүмкін ба? Мүмкін. Яғни фажрдың шығуына дейін. Фажрдың шығуына дейін. Түсінікті ма? Либо фажр уақытына дейін, фажрдың уақыты шығуына дейін, немесе фажрдың шығуына дейін. Екі түрлі мағына шығады. Түсінікті? Жақсы. Ары қарай бізде не кетеді? Мастар бинау марра. Мастар бинау марра.
Bir rеттік, иә? Насра тән дейсен, бір көмек. Насра тәни дейсен, екі көмек. Насратун десен, көмектер, иә? Яғни бірнеше көмек. Мына. Яғни әйел тегінде көпше түрі осылай болады. Әлиф пен әтун келеді. Насиратун. Иә? Мансуратун. Әйел тегінде, мына жерде әйел тегінде басады ғой. Сол үшін әйел тегінің несінде жамғасында әтун қосылады. Енді бинау нау. Түр, иә? Түр мастары. Ол бізде касрамен болады. Нисратун. Нисратани. Нисратун. Жаңағындай, иә? Наңсый ма? То есть, анау жатта оңай болады, исім маканды жатта алсаң, исім айнаны жаттай саласың. Мимнің орнына, фатханың орнына касра қоя саласың. Мастер бина умарын жатта алсаң, науты да жаттай саласың. Фатханың орнына касра қоя саласың. Төртеу болды. Енді тағы біз не өтеміз? Исім тазғир, кішірейту. Ол неден басталады? Нусайрун. Нусайрун. Бұл бізде исім тазғир. Сотпен жазады. Синмен жазбаңдар. Тазғир емес, тазғир. Жақсы, нусайрун. Екілік қылса қай болады? Нусайрани. Нусайрани. Көпше болса нусайруна. Ертегінде болғаннан кейін. Әйел тегінде жасай аламыз ба? Онда не қосамыз оған? Тамарбута қосамыз, нусайратун. Өйткені тамарбута бізде ненің белгісі? Нусайратун. Сосын екілік жасай аламыз ба? Тамарбутаға алиф пен он қосамыз, сонда нусайратани. Көпше түрде жасай аламыз ба? Нусайратун қосамыз, иә? Түсінікті ма? Логика қалай? То есть, осы логиканы түсінсіңдер, болды. Екілі көпше жасай бересіңдер. Нусайратун. Исім тазғир. Ұқтыңдар ма? Қиыншылық жоқ па? Жоқ. Келесі бізге исім мансупқа кетеміз. Исім мансуп. Синмен жазылады. Сотпен жазбаңдар. Мансуп. Ниспа. Ниспысы дейді ғой бізде. Ниспа деген сол сөзден шыққан. Ниспа. Яғни тек. Насриюн. Мына жерде не керек? Міндетті түрде шадда керек. Насриюн. Енді екілік қылу үшін не істейміз? Шадданы алмаймыз. Жақсы? Насрияни. Насрияни. Көпше қылған кезде насриюна. Мына, насриюна. Мына жерде не тұр? Сүкін тұр. Әйел тегінде жасай аламыз ба? Тамарбута қосамыз. Насриятун. Насриятун. Екілік. Насрия тәни. Және көпше түрі? Насриятун. Болды. Осымен бізде бүгінгі сабақ осы. Жақсы, жаттап келу керек болсын. Келесі сабақта не өтеміз бізде? اسم فاعل مبالغة، اسم تفضيل، فعل تعجب أول، فعل تعجب ثاني. Сонымен әмселе бізде иншалла бітеді. Одан кейін иншалла біз бина кітабына өтеміз. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса онда бүгінгі дәрісіміз тамам. Уассалаллаху тағала ала хайри халқи Мұхаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.